Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ватрушки дайындайтын боламыз. Осындай үлпілдек, жұп-жұмсақ, тәп-тәтті арасы толықтай пісіп шығады. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Егер де менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар. Ал ендеше бізге керекті заттарды дайындап аламыз. Жылы сүт, жылы су, қаймақ, ұн, құмшекер, ашытқы қажет болады. Толық құрамын, яғни грамдармен описание бөліміне жазып қоятын боламын. Ең әуелі құрғақ ыдысымызға жылы сүтімізді және де жылы суымызды құйып алатын боламыз. Артынша ашытқымызды, яғни дрожжымызды салып, жақсылап бір араластырып алатын боламыз. Содан соң қаймағымызды және де құмшекерімізді салып алып, тағы да бір араластырып алатын боламыз. Одан соң 2 ас қасық сұйық майымызды да құйып аламыз. Тағы бір араластырып аласыздар. Содан соң міндетті түрде ұнымызды, яғни електен өткізілген ұн болу керек, аз-аз бөліктерге бөле отырып, осылай салып шығамыз да қолдың көмегімен жұп-жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Міндетті түрде достар, ұнымызды бірден салып жібермеңіздер, аз-аз бөліктерге сала отыра, осылай қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илеп алатын боласыздар. Міне бізде қамырымыз дайын болды. Енді дайын болған қамырымызды жылы жерге орап қалдыратын боламыз көтерілгенге дейін. Уақыт өткен соң, яғни 1-1,5 сағатта осылай көтеріліп шығады. Енді көтерілген қамырларымызды кішкентай бөліктерге бөле отыра, осылай дөңгелек етіп формаға келтіріп алатын боламыз. Егер қамырларыңыздың барлығы бірдей әдемі болып шықсын десеңіздер, таразының көмегіне жүгінсеңіздер болады, немесе осылай көз мөлшерімен кесіп аласыздар. Осылай барлығын формамызға салып алдық та, бетін 5 минутқа жауып қалдырамыз. Осы аралықта ішіне салатын салмасын дайындайтын боламыз. 300 грамм творогқа 1 ас қасық қаймақ, 3 ас қасық құмшекерімізді және де 1 жұмыртқамызды қосып, осылай жақсылап барлығын араластырып алатын боламыз. Егер сіздердің творогтарыңыз сұйық болса, 1 ас қасық ұн салуға да болады. Міндетті түрде барлығын жақсылап, бір-біріне тиетіндей етіп араластырып аласыздар. Және де қамырдың бетіне жағатын жұмыртқамызды дайындап аламыз. Осы аралықта жұмыртқаның сары уызы болуы керек, және де 2 шай қасық сүтімізді салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Қамырымыз міне осылай көтеріліп шықты. Енді осыны стакан немесе менде осындай форма болғандықтан, осы форманы пайдаландым, яғни ұяшық жасап шығатын боламыз. Барлығын осылай ұяшық дайындап алыңыздар. Себебі жаңа салмасы салған кезде ағып кетпеу үшін. Міне бізде дайын болды. Енді ішіне салмамызды салып шығатын болады. Салмасын көбірек сала беріңіздер. Барлығына осылай салып шығыңыздар. Содан соң жұмыртқамыздың, яғни жаңа дайындап алған жұмыртқамызды жағып шығамыз. Осы аралықта пешімізді де қыздырып қойыңыздар. 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіп шығады. Дәл осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Міне біздің ватрушкилеріміз пісіп шықты, өте сондай нәзік, жұп-жұмсақ болып пісіп шықты, және де қып-қызыл болып. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын достар.